Достар, баршаңызға сәлем. Мен мамамызға сұрақтар қоямын. Сіздіңше ол нормаль ма, қисынсыз, яғни жақсы ма, жаман ма? дұрыс па, дұрыс емес па деген сияқты. Онда сол дұрыс емес, жақсы ма? Сондай сияқты, сондай сұрақ бересіз. Қонақ шақырған кезде келін тәттілер, тамақты қолдан пісірмей, татып ала салуы, дастарханға қойып, тапсырыспен беруі сіздіңше норма ма әлде? Жоқ, нормал емес. Вот это поворот! Өзіміз қолмен жасаған daha жақсы. Мен жақтағы қазақтардың бәрі қолдан пісіреді. Оған өте маңызды қарайды жақтағы. Келіннің тамақ жасай алмауы сіздіңше норма ма әлде қисынсыз ба? Нормал ғой. Нормаль ма? Нормал. Меніңше нормаль емес деп ойлаймын, өйткені яғни бала босанғаннан кейін балаңа тамақ беру керек, өзің үшін де тамақ жасауың керек деген сияқты. Сонда былайша күндік неңді өзің пісіріп жасай алу норма деп керек деп ойлаймын мен. Үшінші сұрақ: келін мен баланың ақшасына ененің араласуы, айлығын түгел алып қою нормаль ма әлде қисынсыз ба? Қисынсыз ғой, оның өзі келіннің өзінде қалмасы жазсын ғой, керек қой енді өзіне де. Келіннің жыл сайын бала туа беруі сіздіңше нормаль ма yoqsa әлде қисынсыз ба? Bazı жерлерде нормал, bazı жерлерде қисық. Сізше нормаль ма? Bizim için biraz қисық қой. Жылда туған зор ғой ол заманда. Değil mi? Әйелдің денсаулығы. Келіннің күйеуінен көп ақша табуы сіздіңше нормаль ма әлде қисынсыз ба? Нормал. Екеуі де таба берсін. Қайсысы көп тапса сол да жақсы ғой. Өзіне іші жақсы яғни. Меніңше де нормаль. Яғни ақша кім ұстай алады, кім таба алады, ол әркімнің қабілетіне байланысты. Тауып тұрса, неге немес? Бәріне ешқандай не жоқ. Шыны керек қой, ешқандай не жоқ.